Құрметті жастар, мен Дәулет Төлеутайұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутатымын. Мен де жаспын, себебі жасым әлі 35 жасқа толған жоқ. Бұрын мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқытушы болып жүрген кезімде, мен студенттеріме бір нәрсені айтатынмын. Яғни, мысал ретінде, жатақханада жастықта жалпиып жата бермей, жұмыс істеңдер, білім алыңдар дейтінмін. Біздің қолымызда қазір ақша болмауы мүмкін, бірақ бізде бос уақыт бар және де жалындаған энергия бар. Дәл осы энергия мен бос уақытты тиімді пайдалана білсек, біз үнемі дамимыз және де өзіміз армандаған жұмысымызды табуымыз әбден мүмкін. Ал енді сол жұмыс істеп жүрген жастар біздің армандаған, біз қалаған көбінесе баспананы қалаймыз. Баспана алудың біздің елде жастар үшін екі бағыты бар. Біреуі ипотекалық, екіншісі жалдамалы пәтер. Жалдамалы пәтер Алматы, Астана, Шымкент қалаларында жыл сайын жұмыс істейтін 1000 жасқа беріліп отырса, ал ипотекалық бағдарлама әр аймақтар бойынша Абай жастары, Елорда жастары, Жетісу және де Алматы жастары секілді жергілікті бюджеттің ақша бөлінгеніне байланысты үйлер беріліп отырады. Сондықтан құрметті жас, әрекетке берекет, жұмыс істейік, бос жатпай. Құрметпен, Дәулет Төлеутайұлы.